Армысыз тыңдарман, әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле отырыңыздар. Мен киелі Түркістан өңірінде, қалаға жақын маңдағы шағын ауылда, қарапайым, орта отбасында 1980 жылы дүниеге келдім. Отбасында ата-анам, 1976 жылғы әпкем, менен 2 жас кіші сіңілім, және кенже ініммен 6 жан едік. Әкем жоңышқа егетін егістікте шөп оратын тракторшы болып істейтін. Қарапайым жұмысы болатын. Сонымен қатар үйде сиыр, қой, тауық секілді азын-аулақ үй жануарларына қарайтын. Мінезі тұйықтау, көп сөйлей бермейтін жан еді. Ал анам орталықтағы ауруханада медбике болып жұмыс істейтін. Бізге ешқашан ұрысып сөйлеген емес. Барлығын жайлап ақылмен түсіндіретін. Өте сабырлы, мейірімді жан еді. Әкем анама ешқашан қол көтерген емес. Қарапайым орта отбасы болсақ та, әпкем мен сіңілім үшеуміз бір-біріміздің киімдерімізді киіп өссек те, балалық шағымыз емен жарқын, бақытты өтті. Жалпы адам баласы балалық шағында ешбір себепсіз бақытты болады екен ғой. Өмірге, табиғатқа қуанушы едік. Айналамызда қоршағанның бәріне қарай отырып, шат-шадыман күйге енуші едік. Кейіннен есейе келе, ересектердің мазасыз әлеміне ендік. Әпкем мектепті бітіргеннен кейін Алматыдағы әкемнің тәтесінің үйіне оқуға түсуге кетті. Анам секілді ол да медбике боламын деп медициналық колледжге түсті. Сол кезде үй ішімізбен Алматыға тәтеміздің үйіне қыдырып бардық. Анамдар әпкеме киім-кешек әперіп, сабаққа керекті құрал жабдықтарын сатып алып берді. Содан әкемнің туыстарын аралап, әсем қала Алматыны біраз қыдырдық. Көктөбеге көтеріліп, бүкіл қаланың үстінен қарап тамашаладық. Сол кезде әпкем Көктөбедегі үлкен алма фонтанындағы суға арманыңды айтып тиын тастап кетсең, міндетті түрде орындалады деген еді. Сонда мен әпкемнің сөзіне шын сеніп, фонтанның жанына барып көзімді жұмып тұрып, мектепті бітірген соң, мен де әпкем секілді Алматыға жоғары оқу орнына түссем екен. Арман қала, әсем қала Алматыда тұрақтап қалсам екен деп, арманымды айтып, суға тиынымды тастап кеттім. Қаланы қыдырып, үлкен әсер ала қайттым. Іштей мектепті бітіргеннен кейін, міндетті түрде осында оқуға түсемін деп бекініп келдім. Содан әпкем оқуын аяқтап, сондағы қаланың жергілікті жігітіне жақсы отбасына келін болып түсті. Тұрмысқа шықты. Жездем әпкеме ақ көйлек кигізіп, мейрамханада дүркіретіп той жасады. Ата-анам мен туыстарымыз әпкемнің жасауын жасап, осы тойға қатты дайындалды. Анамның әпкесі жүгіріп жүріп, әпкемнің жасауының кем-кетігінің барлығын түгендеп, алматылықтардан ұялмайтындай етіп апаруымыз керек. Қызымыздың тілі ұзын болып жүрсін дегенде, мен тұрқылдап күліп едім. Тілі ұзын болсын дегеніне, сонда тұрмысқа шығып, әпкемнің тілі ұзарып кетеді ме деп. Тәтемнің бұл сөзінің мағынасын кейін ұқтым ғой. Сөйтіп артынып-тартынып Алматыға келдік. Әкемнің тәтесінің үйіне барып, жуынып-шайынып демалып, ертесінде кешке әпкемнің тойына бардық. Мейрамхана керемет екен. Залы үлкен, керемет безендіріліп қойыпты. Дастарханда неше түрлі тағам сықиып сыймай тұр. Ал әпкем ақ көйлек киіп, сондай сұлуланып кетіпті. Жанындағы құрбысы да сән әлемінің қыздары секілді. Бойында бір міні жоқ, өте сұлу екен. Содан үлкендер өздерімен өздері, анамдар, жездеміздің үйіне жасау апарып, құда-құдағай болып бір-бірлеріне
тағатындарын тағып, беретіндерін беріп мейрамханаға кішкене кешігіп келді. Ал мен өз әлемімде қиялға беріліп, келіп жатқан қалалық қонақтардың киім киісіне, сөйлеу мәнеріне таңырқай, қызыға да, қызғана да қарап жүрдім. Шіркін, мен де әпкем секілді осында оқуға түсіп, өз бақытымды тауып, осында тұрмысқа шықсам, әпкем секілді ақ көйлек киіп, осындай тойым болса, мен де сұлу қалыңдық болар едім-ау, деп қиялға берілдім. Содан әпкемнің тойы керемет өтіп, ата-анам туыстарымыздың әпкемнің барған жеріне құда мен күйеу баласына көңілдері толып жақсы әсер, керемет көңіл күймен Түркістанға ауылға қайттық. Сөйтіп тойдан келгелі менің бар ойым, бар арманым тек Алматы болды. Мектепті бітірер кезде әкем мені жақын жерде оқысын, Түркістанға қалаға оқуға түсірейік дегенде, мен үзілді-кесілді қарсы болдым. Оқуға түссем, тек Алматыға барамын. Әпкемнің қолына барып, сонда оқимын деп едім. Әкем болса, әпкең жақында ғана тұрмысқа шықты ғой. Ата енесі мен күйеуі сенің барғаныңа не дейді екен? Ұят болар. Оның үстіне ол жақта грантқа оқуға түсе алмасаң, оқу ақысы да қымбат. Әпкең жай колледжде оқыды. Сен жоғарғы оқу орнына түсемін дейсің. Сені оқытуға шамамыз келеді мекен деп, әкем уайымдай сөйлеп еді. Мен әпкеммен анам сөйлессін. Болмаса тәтемнің үйіне барамын. Ол кісілер әпкемді қолдарына тұрғызды. Мені де тұрғызатын шығар. Оқуға түссем қосымша жұмыс істермін. Әпкем мен жездем көмектесер деп, әйтеуір үйтіп-бүйтіп ата-анамды көндірдім. Сөйтіп барлық құжаттарымды реттеп, киім-кешегімді түгендеп, арман қала, әсем қала қайдасың деп жолға шықтым. Әке-шешем мені сауда-саттық жасайтын бір туысқан тәтемізге қосып, автобусқа салып жіберді. Ал Алматыдан әпкем күтіп алатын болып, ата-анам, сіңілім мен ініме автобустың терезесінен қол бұлғап кете бардым. Таң қылаң бере автобусымыз әсем қала, арман қала Алматыға кіріп келе жатқанда, жүрегім дүрсілдеп, көңілім алабұртып, ерекше толқи бастадым. Бүгінгі таңда Алматыда қарсы алып келе жатқаныма, іште ерекше бір қуанышты сезімде болдым. Автобусымыз автобекетке келіп тоқтағанда, терезеден сығалап, күтіп алушылар арасынан әпкемді іздей бастадым. Алайда олар көрінбеді. Жолаушылар жиналып түсе бастады. Мен де жолдорбамды алып, жанымдағы туысқан тәтеммен бірге шыға бер есікке қарай жылжи бастадық. Қарасам есік аузында жездем ішке қарай үңіліп мені таппай тұр екен. Оны көріп қуанғанымнан, жезде мен мұндамын деп айқайлап жіберіппін. Жездем де мені көре салып қолын бұлғап, қуанып кетті. Сөйтіп жездеммен амандасып, тәтеммен қоштасып, көлікке отырып жездемнің үйіне келдік. Әпкем мені күтіп алуға келе алмады. Бізді үйде қарсы алды. Өйткені аяғы ауыр. Айы күні жақындап, әне-міне дегенше босанғалы отыр. Мені де босансам, кішкентайыма қарасады. Жездеммен, ата-енесімен сөйлесіп қолдарында тұруға көндіріпті. Өйткені күйеуі мен ата-енесі жұмыс істейді. Күні бойы жұмыста, кешке бірақ келеді. Қайын сіңлісі тұрмыста. Ал қайнысы жоғарғы оқу орнының соңғы курсында оқитын студент. Сөйтіп құда-құдағайымыз, үй ішіндегілер мені жылы қарсы алды. Амандық саулық сұрасып, шай ішіп болған соң, барлығы жұмысқа, құда балам сабаққа шығып кетті. Үйде әпкем екеуміз ғана қалдық. Екеуміз шайды жаңалап ысытып, ауылдан анам беріп жіберген сәлемдемелермен шүйіркелесе отырып әңгімелесіп шай іштік. Менің
қай оқу орнына құжат тапсыратыным жайлы ақылдастық. Содан бірнеше оқу орнын белгілеп қойдық. Мен мектепте озат оқыған оқушылардың бірі едім. Сол себепті грантқа тапсырамын. Білім деңгейім жоғары. Сынақтан сүрінбей өтемін деп өз-өзіме сенімді болдым. Сөйтіп ертесінде әпкеммен бірге құжаттарымды реттеп, Казгуге журналист тілшілерді даярлайтын факультетке құжат тапсырдым. Бұл мамандықты таңдаған себебім, мектепте қазақ тілі мен әдебиет пәнін жақсы оқитынмын. Шығарма мазмұндаманы үнемі 5-ке жазатынмын. Арманымның бірі журналист болу еді. Алайда өз-өзіме тым сенімді болыппын. Емтиханнан өте алмай, грантқа балым жетпей қалды. Ал ақылы оқуға әкем жағдайымыз келмейді деп ескерткен болатын. Сөйтіп, көңіл күйім болмай қайттық. Емтиханға менімен бірге барған әпкем мен жездем, басқа оқу ақысы арзандау, оқу орнына тапсырып көрейік. Бірдеме қылып оқып шығарсың. Біз көмектесеміз деп мені жұбатқандай болып келеді. Іштей, олар маған қалай көмектеседі? Өздері жақында сәбейлі болады. Оның үстінде қолдарында тұрғаным аздай. Енді оқу ақымды төлетемін бе? Ата-анам естісе қарсы болады ғой деп ойым сан-саққа кетті. Оқуға түссем деген арманымның күл-талқаны шықты. Сөйтіп әпкем мен жездем ақылдаса келе, оқуға биыл түсе алмасаң, келесі жылы және бағыңды сынап көрерсің. Биылша осында қалып, әпкеңе болысып жұмыс істеп қаражат жинап ал. Сосын келесі жылы және көрерміз деп, көңілімді жұбатып, ақыры осындай шешімге келіп тоқталдық. Мұны әпкемнің ата-енесі де қолдап, осында қалып жұмыс істе. Әпкеңнің жанында қалағаныңша тұра бер деп демеу көрсетті. Сонымен осында қалып жұмыс істейтін болдым. Бұл жайлы әпкем ата-анама хабарласып, мән-жайдың барлығын айтып түсіндірді. Бастапқыда әкем оқуға түсе алмаса, ауылға қайтсын деп еді. Кейін анам көндірді ме? Әйтеуір ол да келісті. Содан жездем өзінің бір досының мейрамханасына мені даяшы етіп жұмысқа орналастырды. Мұнда пайызға жұмыс істейді екенбіз. Еңбек ақыңды күнде жұмыстан кейін алып тұрасың. Оған қосымша той-томалақ, банкеттерден де қызметіңе жақсы ақша төленеді. Мейрамханада таңғы 9-дан кешкі 11-ге дейін жұмыс істейді. Развозкасы да бар. Әрі жездемдердің үйіне жақын маңда орналасқан. Таңертең жұмысқа жаяу барамын. Сөйтіп ешкімді жатырқамай, келген ортама тез үйренісіп кеттім. Арада көп уақыт өтпей-ақ әпкем ұл босанды. Құдалар мен жездем қатты қуанып, ауылдан ата-анам келетін болды. Анам бесік әкелемін дегеніне, құдағайымыз мұнда, біз манежге саламыз. Бесік жерде тұрады. Бала суықтап қалады деп бесікке қатысты. Біраз келіспеушіліктер болып, ақыры анамның тәтесі бесік апарамыз деп құдағайымыз келісті. Сөйтіп әпкем ауруханадан шыққаннан кейін, ауылдан бір топ адам болып ата-анам, сіңілім, інім келді. Құдалар үйде шағын бесік той жасады. Анам мен әкемнің тәтесі, анамның әпкелері бесікпен қоса, балаға 1 жасына дейінгі қажетті дүниелердің барлығын алып, артынып-тартынып келіпті. Әкем бір қойын сойып, қызым ет жеп сорпа ішін деп алып келіпті. Осы жерде ата-анам мені оқытуға қаражат жоқ дей отырып, әпкеме осынша дүние алып келгендеріне іштей қызғаныш па, реніш пе, сондай бір сезімде болдым. Олар менен гөрі әпкемнің жағдайын қатты ойлайтындай көрінді. Сонымен де артық жақсы көретіндей. Көңілім құлазып, іштей бір түрлі сезімде жүрдім. Осы үйдің адамындай
Құдағайға анау-мынау пісірісіп, дастархан жасасып қонақ күттік. Кейін анамдар жиенімді бесікке салу рәсімдерін жасап болғаннан кейін, ішіп-жеп, ақ тілектерін жаудырып, әпкеме бала күтіміне байланысты ақылдарын айтып, әкемнің тәтесінің үйіне кетіп қалды. Маған сен әпкеңнің жанында бол. Ертең көрісіп әңгімелесеміз деп қоштасып кеттік. Олар кеткен соң құдашаммен бірге дастархан жинасып, ыдыс аяқты жуысып болып бізде жаттық. Сол түні шаршап жатсам да, ары-бері дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Ата-анама іштей ренжулімін. Әрдемені бір ойлап, келесі жылы қалайда оқуға түсемін. Қалайда жоғарғы білім алып, қызмет істеп, әлі-ақ өзімді көрсетемін деп, іштей бекіп, армандап жатып ұйықтап кетіппін. Ертесінде жұмыстан шыға алмаймын деп, сылтау айтып, ата-анама бармай, жұмысқа кетіп қалдым. Болмаса бастығымыз жездемнің досы ғой, сұрансам жіберер еді. Алайда бір түрлі ата-анамды көргім келмеді. Олармен сөйлескім де келген жоқ. Ал олар Алматыда 2-3 күн болып, туған туыстарын аралап болған соң, менің жұмыс орныма келіп біраз отырып, менің қайда, қалай жұмыс істейтінімді көріп, ақылдарын айтып қоштасып ауылға қайтып кетті. Сонымен уақыт зымырап өтіп жатты. Мен тапқанымның барлығын әпкеме беріп отырдым. Әпкем ақшаға қатты еді. Менің еңбек ақымның барлығын келесі жылы оқуыңа деп, копилкаға салып жинап жүрді. Арасында ғана анау-мынау май шүйдеме қысқа қарай жылы киім алуға ғана жұмсаймын. Бұлайша тұратын жерім, жол ақым, тамағым тегін. Көп шығыным жоқ еді. Сөйтіп көктем келгенде, және құжаттарымды реттеп, ақылы Сәтбаев атындағы жоғарғы оқу орнына программист мамандығына оқуға түстім. Қуанышымда шек жоқ еді. Әпкем копилкамды ашып, жиналған ақшамды санасақ, бір жылғы оқу ақымды төлейтін, және сабаққа қажетті құрал жабдық, киім-кешегіме жететіндей қаражат жинап қойыппын. Содан бірден бір жылдық оқу ақымды төлеп қойдық. Ата-анама ешқандай салмақ салмадым. Оқуға түскенімді әпкем хабарласып айтты. Әкем сабаққа керекті құрал сайманын, киіміне ақша салып жіберейік деген екен. Мен қажеті жоқ деп алмадым. Сөйтіп сабақ басталғанша ала жаздай жұмыс істедім. Күзге қарай студент атанып, сабаққа аттандым. Ал жұмыстағы бастығыммен сабақтан соң келіп жұмыс істей берейінші деп едім. Ол кісі: "Арайка, сен өте пысықсың, әрі ширақ қимылдайсың, есепке де мықтысың. Маған сендей жұмыскерлер керек-ақ. Шаршамаймын, сабағыңа үлгеремін десең, істей бергенің өзіңе де жақсы ғой. Банкеттерге де шығасың. Одан баяғыдай ақшаңды алып тұрасың" деп келесті. Менің жұмыс істеуім қажет еді. Өйткені алдағы жылдардағы оқуымның ақшасын төлеуім керек. Қалайда оқуымды бітіріп шығуым қажет еді. Алға қойған алғашқы мақсатым жоғарғы білім алу болатын. Осы жолда аянбай еңбек етіп, білім алуға құлшынысым зор. Күндіз сабаққа барып, кешке мейрамханада жұмыс жасап күндерім осылай өтіп жатты. Аллаға шүкір. Мақсатымның біріне қол жеткіздім. Осы кезде өзімді керемет бақытты сезіндім. Ендігісі оқуымды аяқтап, жақсы қызметке орналассам, сосын өз күшімен үй алсам, жақсы көлік алсам, ешкімге қаржылай тәуелді болмасам деп қиялдайтынмын. Ал тұрмысқа шығып отбасын құруды кейінге шегеріп қойыппын. Өйткені өзімді ұнатып сөз салған жігіттерді салмақты қабылдаған жоқпын. Бірінің көзі ұнамаса, бірінің сөзі, тіпті кейде өзі де ұнамайтын.
Маған тұрмысқа шығуға әлі ерте. Отбасылық өмірге дайын емеспін деп, іштей өзімді алдаусыратып жүре бердім. Бейне бір қыздар отбасылық өмірге дайындалып, әбден піскен кезде ғана тұрмысқа шығатындай. Оның үстіне жігіттердің отбасылық жағдайына, қай жердің тумасы екендігіне де қатты мән беремін. Жігітке қатысты мәселеде менің талаптарым жоғары. Болашақ жарымның жергілікті, жоғары білімді, жағдайы жақсы отбасынан болғанын қалайтынмын. Бірде тобымыздағы қыздармен осы жайлы жар таңдау мәселесі жайлы әңгімелесіп отырғанымызда, Айка деген ата-анасы жоғары қызметте істейтін қаланың қызы: «Арай, сен өзің жердің бір жерінен келмеп пе едің? Осы сендер приезжие қызықсыңдар. Барлығың Алматыға оқуға келіп, осындағы местный жігіттерге тұрмысқа шығып алғыларың келеді. Тең-теңімен тезек қабымен деген бар. Сендер бәрібір жергілікті жұртқа сіңісіп кете алмайсыңдар. Қанша боянып сыланып, бренд киім кисеңдер де, сендерден ауылдың иісі мүңкіп тұрады» деп мысқылдап күлген еді. Сонда іштей ыза болып қалған едім. Оны уақыт көрсетеді деп қысқа қайыра салған болатынмын. Алайда әу баста ойлағанымдай, қайтсем де, мен де әпкем секілді осында тұрмысқа шығып, тұрақтап қаламын деген ойымнан айныған емес едім. Осылай жүріп оқуымды аяқтап, қолыма диплом алдым. Сөйтіп құда баламның көмегімен өзі жұмыс істейтін алып құрылыс компаниясына өз мамандығым бойынша жұмысқа орналастым. Осы кезде әпкемдер де өздері үй алып, еншілерін алып, бөлек шықты. Өйткені құда балам үйленетін болды. Қара шаңырақта кенже ұлдары қалатын болғандықтан, жездем ертерек әрекет етіп, қаланың ішінен жер үй сатып алды. Сөйтіп олармен бірге әпкемдердің жаңа үйіне көшіп кеттік. Мен сол күйі әпкемдермен бірге тұрып жаттым. Ол кезде әпкем екіншісін қыз бала босанып алған еді. Демалыс күндері әпкеме үй шаруасына көмектесіп, жиендеріме қарасамын. Олар бір жерге жиын тойға баратын болса, балаларды маған тастап, алаңсыз баратын жерлеріне барып келетін. Әр айлық алғанымда, мен де үйге керекті азық-түлік алып, әпкеме анау-мынау боянатын заттарын әперіп қоятынмын. Әпкемдер жайғасып алғаннан кейін үйлеріне қоныстай жасады. Мұнда да әрине ауылдан ата-анам мен әкемнің қаладағы туған туыстары құтты болсын деп айтып келді. Сөйтіп туысқандар барлығы әпкем мен жездемнің жаңа қонысын тойлады. Содан ата-анам қайтарында маған: «Енді жүре бермей тұрмысқа шық» деп нығыздап тұрып ақылдарын айтып кетті. Мен «Я жақсы» деп басымды изеп құтыла салдым. Негізі ұнатқан жігітім болған еді. Ол құда баламның бір досы. Алайда бұл жауапсыз махаббат болды. Ол жігіт басқа бір қызды ұнатып, сол қызға үйленіп кетті. Сол кезде іштей біраз қиналғанмын. Кейін уақыт өте басылдым. Ол жігітті ұмытып та кеттім. Осылай жұмыс істеп жүріп, біраз қаражат жинадым. Сөйтіп өзіме жеңіл көлік сатып алғым келді. Бұл менің арманымның бірі. Алайда мен ұнатқан көлігіме біраз ақша жетіңкіремей жүрді. Осы кезде ғана әкеме хабарласып, кейін қайтарып беремін деп ақша сұрадым. Өйткені менің жұмысыма қала ішінде ары-бері жүруге жеңіл көлігімнің болғаны өте ыңғайлы еді. Содан әкем бір-екі ірі қарасын сатып, маған көлік алуға ақша салып жіберді. Сөйтіп өзім бар жиғанымды қосып, ұнатқан көлігімді сатып алдым. Ендігі жоғарғы білімім бар. Жақсы жұмысым, астымда жаңа көлігім бар. Мен завидная невесталардың қатарына қосылдым. Ендігі арманым үйлі болу. Осы мақсатыма жету үшін жұмыс істеу керек деп бекідім. Тұрмысқа шығу жайлы ойласам да,
өз теңімді кездестіре алмадым. Құда баламның досынан кейін ешкімді ұнатпадым. Осылай күн артынан ай артынан жылдар жылжып жатты. Айқай 25 деп, 25-ті де шығарып салдым. Осындай бір кеште, жұмыстан қайтар уақытта, қаланың орталығындағы юбилейный деп аталатын үлкен супермаркеттің кулинариясынан үйге жаңа піскен алма пирогын алып кетейін деп кірген болатынмын. Сол жерде пирог алғалы тұрғанымда, баяғы құда баламның досы, мен ғашық болған жігітімді кездестіріп қалдым. Ол мені бірден танып қойды. Екеуміз амандық саулық сұрасып, сол жерде біраз әңгімелесіп қалдық. Бұл жігіттің есімі Арман. Арман үйленгелі көрмеппін. Құда баламның да үйлену тойына келген жоқ. Сөйтсем ол үйленгеннен кейін жұмыс бабымен тәжірибе жинақтау үшін шетелде біраз тұрыпты. Қазақстанға жақында ғана келген екен. Екі қыздың әкесі бұрынғысынан кішкене ғана өзгерген. Ал былай сол баяғыдай өте сымбатты, тап-тұйнақтай маңғаш жігіт. Ал маған қатты өзгеріпсің, сұлуланып кетіпсің деп қояды. Сөйтіп екеуміз заттарымызды алып болған соң сыртқа шықтық. Арман болса, хабарласып тұрайық деп, менің телефон номерімді жазып алды. Мен еш ойланбай бере салыппын. Ол менімен көлігіме дейін әңгімелесіп келді. Сөйтіп мен көлігімнің есігін ашқалы жатқанымда: «О, көлік жүргізесің бе? Жарайсың. Сен баяғыда ақ пысық қыз едің ғой» деп күліп қояды. Мен сол баяғы кезім есіңде бар ма деп таңырқай сұрасам: «Әрине есімде» деп қояды жымиып. Оның бұл жауабына іштей қуанып қалғандаймын ба? Сонымен Арманмен қоштасып, бойымда әлде бір белгісіз қуанышты сезім билеп, көлік емес, әуеде қалықтап, ұшақ жүргізіп келе жатқандай сезімде едім. Сол кештен кейін жүрек түкпірінде тұншықтырып тастаған сезімдерім қайта оянғандай болды. Баяғының барлығы есіме түсіп, түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Таңертең ерте тұрып кеттім. Жуынып, шайынып, әпкемдер ұйықтап жатқанда үйден шығып кеттім. Жұмысқа ерте келдім. Ойымды жинақтай алмай, терезеге үнсіз біраз қарап отырдым. Офистің алдына жұмысқа келе жатқан қызметкерлердің қарасы көріне бастады. Бір кезде бір алтын түстес Toyota Camry келіп тоқтады. Мұндай көлікпен біздің қызметкерлердің арасынан ешкім келмеуші еді деп қоямын. Үңіліп төмен қарасам, көліктен кешегі Арман мен құда балам серік түсіп келеді. Кімді ойласаң соны көресің дегендей, жүрегім тарсылдап тас төбеме шығардай, жалма-жан жуынатын бөлмеге жүгіріп барып, беті қолымды жуып, сөмкемнен опа-далабымды алып бетімді әрлей бастадым. Сөйтіп шашымды реттеп, үсті басымды дұрыстап шықсам, Серіктің хатшысы келе жатыр екен. Мені көре сала: «Арай, сізді Серік Есболатович кабинетіне шақырып жатыр» деді. Іштей: «Неге шақыртып жатыр екен? Жанында Арман бар шығар» деп, жоғарыға кабинетіне көтеріліп бардым. Кірсем, шынымен Арман екеуі отыр. Серік болса: «Арай, кел, отыр. Сен Арманды менен бұрын көріпсің ғой. Кеше кездейсоқ көздесіп қалыпсыңдар. Содан маған хабарласып, жаңа таңертең жолығып, осында бірге келдік» деп жатыр. Арман мені көре салып, орнынан ұшып тұрды. Сөйтіп Серікті қоштап: «Я, келгелі Сикомен жолыға алмай жүредім. Бүгін сәті түсті. С утра ұстап алдым» деп күліп қояды. Мен де жымиып бас изеп, амандастым да орындыққа жайғастым. Сөйтіп үшеуміз кофе ішіп, өткен күндерді еске алып біраз әңгімелестік. Содан алдағы сенбіде Арман: «Достармен бас қосайық. Бір-бірімізді көрмегелі біраз уақыт болды. Арай,
Сен де міндетті түрде кел, күтемін деп жылы қоштасты. Сөйтіп мен өз жұмыс орныма кеттім. Серік Арманды шығарып салуға төмен түсіп кетті. Сол күні жұмысым өнбей, әрдемені бір ойлап, кешті әрең батырдым. Жұмыс аптасы да әне-міне дегенше өте шықты. Сөйтіп сенбі күні кешке қарай қаланың қақ ортасындағы жастар көп жиналатын стаут барда Серіктің баяғы достары жиналдық. Мен салонға барып, өз-өзімді ретке келтіріп, жолдағы кептеліспен жетемін дегенше біраз уақыт өтіп кетті. Сөйтіп барға аздап кешігіп келдім. Жетемін дегенше Серік бірнеше рет хабарласты. Барға кіре салысымен Арман мені байқап, залдың оң жағындағы кең орынға жайғасып, есік жаққа қарай отырған екен. Мені көре салып орнынан атып тұрып, Арайка мұнда кел деп, қол болғап шақырды. Жандарына барып едім. Кожаный диваннан маған жанынан орын беріп отырғызды. Серік сол баяғыда өзінің жақсы араласатын 5-6 досы болатын. Бір-бірлерінің үйлеріне барып жүретін. Ата-аналары да бір-бірлерін жақсы танитын. Мен де Серікпен бірге кей кездері сол туылған күн кештеріне киноға бірге барып жүретінбіз. Мен сол кезде осы Арманға іштей қатты ғашық болдым. Бірақ бұл сезімім жайлы ешкімге айтқан емес едім. Тіпті Арманның өзіне де. Өйткені олардың барлығы мені қарындастарындай көріп сыйлайтын. Сонда Арман бір кеште, мынау менің құрбым деп, болашақ жарын ертіп келгенінде, іштей қатты қызғанып қиналдым. Содан кейін олармен араласпай кеттім. Арада көп уақыт өтпей-ақ Арман үйленіп кетті. Бүгін міне, сол достары жиналып отыр екен. Бір кезде Арман диванға екі қолын созып, шалқая отырды да, оң қолы иығыма тиіп кетті. Денемді ток ұрғандай, тұла бойым шымырлап кетті. Бетім ду етіп ысып шыға келді. Бұл күйімді Арман байқап, сөйтіп еңкейіп құлағыма, Арай, сен мені әлі де сүйесің бе дегенде, бетіне жалт қарадым. Сен қайдан білесің деп едім. Жүрші сыртқа, таза ауаға шығып келейік деді. Бұл кезде серіктер барный стойка жақта барменмен сөйлесіп бірден келерге тапсырыс беріп жатыр. Сөйтіп Арман екеуміз сыртқа шығып кеттік. Содан Арман маған қарап тұрды да, Арай, мен сол кезде ақ сенің мені ұнататыныңды сезетінмін, яғни білетінмін. Мен де сені іштей ұнататынмын. Сен сондай пәк едің, сондай еңбекқор едің. Саған қарап қызығатынмын, тәнті болатынмын. Қаланың қыздарынан ерекше едің. Болмысыңның барлығы табиғи, екі жүзділік деген жоқ еді. Саған сөз салғым келгенде, Сико менің мұнымды құптамады. Өйткені менің құрбыларым көп еді. Ол сені қарындасындай көруші еді ғой. Қысқасы маған сенбей, сені жай ермей кетіп тастап кетеді ме деп ойлады. Ал шындығында, мен өзіңді жанымда жарым ретінде көргім келген. Сонда да Сиконы тыңдамаймын деп едім. Бұрынғы құрбым сенен, аяғым ауыр деп, қыр соңымнан қалмай қойды. Сонымен жауапкершіліктен қашпай, қолыммен істегенді мойныммен көтеруім керек болды. Үйленуіме тура келді дегенде, өз құлағыма өзім сенбедім. Әттең, сол кезде неге айтпадың? Менің тағдырымды шешетін Серік беді деген сұрақ көмейіме келіп тіреліп қалды. Тамақым қарлығып, дауысым шықпай қалғандай. Осы кезде Арман деп дауыстап бардың есігінен Серік шығып келеді екен. Біз сендерді іздеп отырсақ, жүріңдер. Біз бір керемет коктейль жасатып қойдық. Арайдың ортамызға оралуын жақсылап тойлайық деп, бізді ішке ертіп кетті. Сол кеште Арман екеуміз бір-бірімізді қайта қарай береміз. Диванда отырғанда да
Арман ақырындап белімнен құшақтағаны, құлағыма ыстық темір шарпи сыбырлағаны, барлығы маған майдай жағып бара жатқандай. Тәтті сусын секілді коктейль бүкіл денеме тарап, бетім бал-бұл жанды. Қарасам, Серік қызу бірдемені талқылап жатыр. Өзге достары да оны қоштап, тарқылдап күледі. Ал біз Арман екеуміз өзге бір, өзіміз ғана түсініп, өзіміз ғана ұғыса алатын өз әлемімізде едік. Судан бір кезде тамағым қурап, қатты шөлдеп кеттім. Көзімді ашсам, терезеден ай сәулесі тура бетіме түсіп тұр. Мен жатарда міндетті түрде тереземнің пердесін жауып жатушы едім ғой. Бүгін ұмытып кеткенмін бе деп, ай сәулесіне көзімді аша алмай, оң жағыма бұрылсам, жанымда біреу жатыр. Мен шошығанымнан ыршып түстім. Тіпті дауысым да шықпай қалды. Кейін үңіле қарасам, жанымда жатқан жігіт Арман екен. Екеуміз анадан жаңа туылғандай, үстімізде бір киім жоқ. Жалма-жан, жан-жағымды сыйпалап киімдерімді іздей бастадым. Масқара, мен не істеп қойдым? Көмейіме өксік тығылып, үнсіз ғана көзімнен ащы жас парлай жөнелді. Ал Арман алаңсыз ұйықтап жатыр. Сөйтіп қолыма іліккен бар затымды жиып, келесі бөлмеге шығып, телефонымның жарығын жақтым. Сөйтсем бұл зал секілді. Кімнің үйіндемін? Қайдамын? Содан бар киімімді киіп, сөмкемді алып, есіктен атып шықтым. Шыға салсам, алдымда лифт. Тетікшесін баса салып, екі есік айқара ашыла кетті. Ішке қарай сүңгіп кеттім де, төменгі қабатты басып түсіп кеттім. Жүрегім қысылып кеткендей ме? Ертерек мына жерден шықсам екен деймін. Ауа жетпей бара жатқандай. Содан сыртқа шығып, такси ұстап отырдым да, үйге қарай жөн сілтедім. Телефонымның сағатына қарасам, таңғы 5. Көлігім қайда қалды, оны да білмеймін. Сөйтіп үйге келіп, өз кілтіммен есікті ақырын ашсам, әпкемдер ұйықтап жатыр. Сөйтіп, ақырын басып өз бөлмеме кіріп, шешінбестен жата қалдым. Көзімнен парлаған жас тоқтар емес. Сол түні өмірімдегі ең үлкен қателікке бой алдырдым. Сезімдеріме ие бола алмай, жүректің дегенімен кетіп, бақыт жолында адастым. Жан дүнием екіге бөлінді. Серіктен ұятай. Соңғы рет үстел басында отырғаным есімде. Одан кейін кім қалай қайтты? Көлігім қайда? Арман екеуміз қайда? Кімнің үйінде түнедік? Қанша тырыссам да, ештемені есіме түсіре алмадым. Басым дыңылдап кетті. Барлығы әлгі сиқырлы сусынның кесірі. Мен әрқашан өз-өзіме есеп беріп, әр қадамымды аңдап басып жүруші едім. Осы жерде қалай ғана қателестім. Осылай ой түбіне жете алмай жатып, ұйықтап кетіппін. Қанша ұйықтағанымды білмеймін. Бір кезде әпкемнің «Акон айт тұршы» деген даусынан оянып кеттім. Қолында телефоным. Маған, саған Серік хабарласып, сені ала алмай, маған телефон соқты. Сен үйге аман-есен келді ме деп сұрап жатыр. Жезден көлігің жоқ дейді ғой. Тыныштық па, не болды? Түрің не болып кеткен? Бет аузың ісіп кетіпті ғой. Жылағансың ба деп маған таңырқай қарап, сұрақ астына алып жатыр. Әпкеме барлығы жақсы. Тек аздап ауырып тұрмын. Кеше аздап мазам болмай қалды. Көлігімді мейрамхананың автотұрағында қалдырып, үйге таксимен келдім деп, өтірік айтуыма тура келді. Өткені өткен түнде болған жайды әпкеме қалай айтпақпын. Содан сыртқа шығып Серікке хабарласып едім. Телефонының тұтқасын бірден көтерді. Хал жағдайымды сұрап, кеше үйге әкеліп сала алмағанына кешірім сұрап жатыр. Қызып қалыппын дейді. Сөйтіп Арман інісін шақыртып, Арайдың көлігімен үйіне дейін өзім жеткізіп саламын деп
Сені таксиге салып жіберейін деп, такси шақыртып отырғызып жіберген екен. Содан ұйқыдан тұра салып, Арманға хабарласса, телефонын көтермепті. Маған хабарласса, мен де қоңырауына жауап бермегеннен кейін уайымдап, әпкеме хабарласыпты. Маған енді барлығы түсінікті бола бастады. Сөйтіп Серікпен сөйлесіп бола сала, телефоным тағы шырылдап қоя берді. Қарасам Арман екен. Жүрегім дүрсілдеп, аяқ-қолым дірілдеп кеткендей ме? Қатты қобалжып кеттім. Онымен сөйлескім келмеді. Алайда көлігімнің қайда екенін сол ғана біледі. Көлігімді алуым керек. Сөйтіп тұтқаны көтерсем, Арайка, амансың ба? Тұрсам кетіп қалыпсың ғой. Сенімен сөйлесуім қажет. Кешегі айтқандарымды салмақты қабылдамадың-ау. Есіңде де жоқ шығар. Маған келсеңші, сөйлесейік. Әрі көлігіңді алып кетесің дейді. Амал жоқ, мекен жайын алдым да, кешірек барамын. Шыққанда хабарласамын деп тұтқаны қоя салдым. Үйге кіріп душқа түсіп, ыстық шай ішіп, өз-өзіме келген соң, әпкеме көлігімді алып келемін деп таксиге отырып, Арман айтқан мекен жайға келдім. Қарасам, таң ата шыққан жерім секілді. Көп қабатты үйлердің ауласына кіре бергенім сол еді. Аулада Арман мені күтіп тұр. Жанына жақындай сала. Сен оңбаған екенсің. Менің жағдайымды пайдаландың. Осында әкеліп, арам ойыңды іске асырың деп, оған қарай дүрсе қоя бас салдым. Ол менің білегімнен шап беріп ұстап алып, Арайка, успокойся. Жүрші үйге, кіріп сөйлесейік. Көршілер қарап тұр дегенде ғана, есімді жиып жан-жағыма қарасам, жанымыздан өтіп бара жатқан 2-3 адам қарап қалыпты. Сөйтіп ашуымды баса алмай, дірілдеген күйі үйіне кірдік. Лифтімен жоғары көтеріліп бара жатқанда, таңертең тура осы пәтерден шыққаным есіме түсті. Пәтерге кірген соң, көлігімнің кілтін бер. Көлігім қайда тұр десем, алдымен отыршы, су ішіп өзіңді бас. Сосын кілтіңді беремін. Көлігің аулада тұр, алып кетесің деп есігін құлыптап қойды. Содан амал жоқ, ас үйіне кіріп отырдық. Арман суа келіп берді. Сөйтіп, мені үйленді деген атым болмаса, әйелім екеуміз көбінесе бөлек тұрдық. Өзің білетіндей, оның аяғы ауыр болған соң үйлендім. Сосын мен жұмыс бабымен тәжірибе жинақтауға шетелге кеттім. Ол осында қалды. Кейін босанғаннан кейін ғана жаныма келді. Үлкен қызым 1 жасқа толар-толмас. Екінші қызыма аяғы ауырлап, Қазақстанға қайта қайтты. Бұл өзінің қалауы еді. Ата-анам жанымда болсын деді. Сөйтіп екінші қызымды босанды. Мен арасында келіп кетіп жүрдім әрине. Қаланың жоғары жағында үлкен үйіміз бар. Бір үйдің жалғыз қызы болғандықтан, ата-анасын жанымызға көшіріп алдық. Мен шетелде жүргенде жанында болып көмектесіп жүрсін деп едім. Ал мына пәтерді інімнің атынан өзіме сатып алып қойғанмын. Көбінесе осындамын. Мұны әйелім де біледі. Екеуміздің қарым-қатынасымыз ерлі-зайыптылар секілді емес. Әу бастан мен оны сүйіп қосылған жоқпын. Мұны оның өзі де түсінеді. Тек қыздарымыз үшін ғана біргеміз. Сені көргелі ойымнан кетпедің. Қатты өзгерсең де, осы жасқа дейін пәктігіңді сақтап келгеніңе таң қалдым. Құдды мені күткендейсің дегенде, 2 бетім ду ете қалды. Мұнымды сездіргім келмей, болары болды енді. Сонымен маған не демексің деп едім. Сенімен бірге болғым келеді. Менен теріс айналмашы. Менің ешқандай арам ойым болған жоқ еді. Екеуміз сезімге берілдік. Енді сені тағы да жоғалтқым келмейді деп, шашымнан сыйпай отырып, ернімнен сүйіп еді. Мен тағы да бүкіл әлемді ұмыттым. Өз еркіммен құшағына құладым. Сөйтіп Арман екеуміз күнде хабарласып, оның осы пәтерінде
жиі кездесетін болдық. Бірақ бұл жайлы ешкімге тіс жармадық. Ешкімге білдірмеуге тырыстық. Алайда арада көп уақыт өтпей-ақ Арманның әйелі мен жайлы біліп қойды. Өйткені Арман менімен кездесіп жүргелі үйіне баруды қойыпты. Содан бір күні осы үйге күйеуін іздеп келгенде екеуміздің үстімізден түсті. Содан үлкен дау жанжал болды. Арманның айтуынша, оған күйеуі емес, оның дүниесі керек екен. Арман жоғары қызметте істейді. Өзінің жеке кәсібі де бар. Әйеліне үлкен үй әперіп, астына көлік мінгізіп қойған. Осы уақытқа дейін жұмыс істемепті. Күйеуі ашып берген азық-түлік сататын үлкен дүкені бар екен. Соны қарап, басқарып қана жүреді. Сонымен Арман әйелімен өзара келісімге келіп, заңды түрде ажырасып кетті. Осы жерде бір жағы өзімді кінәласам, бір жағы қуандым ба, білмеймін. Барлығы да болды. Ұят, намыс, сүю, махаббат және қуаныш. Алайда бақыттың маған осындай жолмен келгені біраз уақытқа дейін жанымды мазалап, өзімді кінәлі сезініп, қолдағы бағымды қайта жоғалтып аламын ба деген үреймен өмір сүрдім. Соның арқасында бақытты толыққанды сезіне алмадым. Өйткені алдымен ел-жұрт сөз етіп, біраз дос құрбыларым менен теріс айналғандай болды. Кейіннен бұл жағдайды менің Арман ажыраспай жатып, онымен көңіл қосқанымды ата-анам да естіп қойды. Мұны құдағайымыз, әпкемнің енесі айтып қойыпты. Сол кезде әкем, сен ұйып отырған отбасын бұздың. Бейкүнә қыздардың обалына қалдың. Біреудің көз жасына бақытты отбасын құра алмайсың деп, маған қатты ренжіп, біраз уақыт менімен сөйлеспей қойды. Кейін ғана мен ұлды болғанда, немерем үшін кештім деп, артымнан келді. Осы уақыттың ішінде әкемнің маған тоң теріс қарап, сөйлеспей қойғаны жаныма қатты батып еді. Кейінгісі Арманның бұрынғы әйелі. Бастапқыда ажырасатын кезде сабырлы болып көрінгенімен, кейін күйеуімді қайтарып аламын деп, маған неше түрліні айтып, небір құйтырқы әрекеттерге барды. Өзі болса мейлі, бұған кішкентай қыздарын да араластырды. Мен ұлымды босанып келгеннен кейін, арада 3-4 ай өткенде, енем қыздарды інілерімен таныстырамын. Өздері көрейікші деп болмаған соң ертіп келдім, деп үйге келді. Арман жұмыста болатын. Үйде ұлым екеуміз ғана. Шынымды айтсам, қыздардың мұнысына іштей риза болып, ара қатынасымыз түзелетін болды. Балаларымыздың бір-бірімен бауыр болып, жақсы қарым-қатынаста болғанына Арман да қуанар еді деп ойлап едім. Сөйтіп мен ас үйде шәй жөндеп жатқанмын. Енем қонақ бөлмеде. Қолына ұлымды алып қыздармен бірге отыр еді. Бір кезде ұлым шыр етіп шарқырап жылап жіберді. Мен қолымдағы кесемді тастай салып, зәре құтым қалмай ұшып барсам, енем көзі бақырайып, шырқыраған баламды қолыма ұстата салды да, кіші қызды 2 иығынан ұстап, неге бұлай істедің? Не үшін әлдейді ұрдың деп, өңі түтігіп, жұлқылап жіберді. Сол кезде ғана байқасам, ұлымның беті қызарып кетіпті. Кіші қыз апасынан қорқып жылап жіберді. Сөйтті де, олар жаман. Мамасы екеуі бізді, папамызды ұрлап алды. Біз оларды жаман көреміз деді. Еңкілдеп жылап тұрып. Үлкен қызы көзі бақырайып үндемей тұр. Енем, мұны сендерге кім айтты деп еді? Кіші қыз мамам деді. Содан енемнің түрі түтігіп, қыздарды қолдарынан ұстап алып, тез-тез киіндіре бастады. Мама, қайда барасыздар? Сабыр сақтаңызшы. Ол әлі бала ғой. Қоя салыңызшы, шәй ішейік деп едім. Енем, шәйді сосын ішеміз. Бұлай болмайды. Мен тап қазір барып, құдағайыммен, мына қыздардың шешесімен сөйлесемін деп, қыздарды жетектеп, ашуға булыққан күйі шығып кетті.
Содан енем барып Арманның әйеліне барып, құда-құдағайын да отырғызып қойып ашық сөйлесіпті. Құдағайына, егер қыздарың немерелеріне дұрыс тәрбие бермесе, немерелерімді өз қолыма алып өзім тәрбиелеймін. Мына үйді, дүкенді де алып қоямын. Сендер ұлымның арқасында осылай өмір сүріп отырсыңдар. Ұлымның үйінде отырсыңдар. Болар іс болды. Көнсеңдер де, көнбесеңдер де, Арманның енді өз отбасы ұлы бар. Арман бұрынғыдан қазір қатты өзгерді. Баяғыда сендердің қыздарыңмен тұрғанда үйінен қашып жүретін, жиі ішетін. Ал қазір Арман қатты өзгерді. Ұлымның шын бақытты екені көрініп тұр. Көз жанарында от пайда болды. Әрқашан үйіне, әйелі мен баласына асығып тұрады. Ендігі осы қолда барларыңа шүкіршілік етіп, қыздарыңды ақылға салыңдар. Немерелерімді де бұзбай, дұрыс тәрбие беріңдер. Ұлым қыздарын жанындай жақсы көреді. Оларды тастамайды, несібесінен де айырмайды. Керісінше балалар бір-біріне бауырмал болып өссін. Ендігі ұлымның тыныштығын бұзбаңдар деп, қатты айтып кетіпті. Содан кейін Арманның бұрынғы әйелі тынышталды. Қыздар да өзгерді. Олар мен енемнің үйіне барғанда, анда-санда көрісіп тұрамыз. Қазір мені тәте дейді. Амандасып, бауырларының бетінен сүйетін болды. Уақыт емші дегендей, уақыт өте менен теріс айналған. Дос құрбылармен де қайта қауышып, құда балам Серікпен де өзара түсінісіп бұрынғыдай емес жарқын сөйлесіп кеттік. Қазіргі таңда екіншіме аяғым ауыр. Декреттік демалыстамын. Facebook желісінде қызықты әңгімелерді оқығанды жақсы көремін. Автордың тұрақты оқырманының бірі едім. Енді кейіпкерінің біріне айналдым. Менің бақыт жолындағы өз оқиғамды әсерлі етіп жазып шыққанына мың алғыс.